Күн ыстықта жұмыстан келе салып жата қалайын деп төсекке жастықты лақтырып жіберіп жатып ұйықтай салайын десем, кухня күбір деді. Науайсы тағы деп кухняға барып қалсам, мына қатын айтам да барып жатып алып бізді төкпей ма, не қарап жатыр. Соны айтам да, ана тряпканы жуып тазалаудың орнына жата қапты ғой барып. Жалғыз сол өмірде жұмыс істеп жатса да. Мені суға салды да кетіп қалды, көрдіңдер ма, оңбаған. Не болды сонша бір жат. ап бәлем, сендер ме қазір дедім. Қойыңдар, жалғыз сендер емессіңдер, бізде отырмын. Дәрін адам деген орнына қоймай ма, балдар жеп қойса қайтеді. Мені де жумай ма, не қарап жүр. Бізді де жуып орнына қойып қойса болады ғой. Жалғыз сен емес, мен де тұрмын мына жақта күнге. Араларында үлкені мен екенмін. Ап бәлем, ісім бәрі сендермен болсын деп пашақ-пашағын шығарып посудан бастап кеттім. Посудаларды жуып, тазалап, жан-жақтарын реттеп, сендерді ма қазір дені жандарың шығарам дедім да сақылдатып жуып, тряпкілерімді жуып, орнына қойып, посудаларымды төңкеріп, тазалап қойдым. Жыныма тие бермеңдер, жыныма тисеңдер, сендерді осы пашақ-пашақтарымды шығарып, жуып, орнына жайғастырып, тряпкілерімді жуып тастаймын деп жынданып кетіп барып жата қалайын десем, қайтадан посуда мен айтады, мені жумайсың ба дейді қазан. Ой, сен деген кеше ғана істеп едім, болмай кеттің ғой, мақұл қазір жуып тастаймын дедім да сақылдатып жуып тастадым. Бұның сырты не үшін өйтіп қарайып кетті десеңіздер, өзімше самсав казани дей ма, сондай жасаған едім. Ішім бәрі қап-қара болып күйіп кетті. Сосын қойшы дедім да жуасаным. Татау пысықтығым ыстағаннан газдың бетін жуып тастадым. Осы сенесіздер ма? Сақыр-сұқырын шығарып, пашақ-пашағын қырғыш темірге сабынды езіп алып, сонымен қырып жүрсаңыздар, майларын тез алады. Сосын әдемі жуылады, жарқырап, жылтырап қалады.